оюымызбен шеғұрағымызды біріктіргенде мынандай жастықша шықты. Алайда бұл біздің 70-70 стандартты жастық тысымыздың көлеміне жетпейді. Сондықтан біз жан-жағына маталар қосу және желбезек тігу арқылы жалғастыратын боламыз. Бұл қазір бізде 48 сантиметр болып тұр. Бізге мынау жиегі күлгін түс болғандықтан бізге ақ түсті мынандай матамыздан біз өлшеп аламыз. Ол үшін бізге 4 сантиметрден су жүргізіп шығамыз, яғни ақ түсті матадан 4 сантиметрден өлшеп қырқамыз. Жетпісте 70 жастықшамызды ары қарата шығару үшін жаңағы біз 4 сантиметрден қырқып алған ақ жолақшамызды, яғни ақ су деп аталынады, суды жүргізіп шықтық. Енді біздің өлшеген жастығымыз шығу үшін бізге тағы да 8 сантиметрден жолақша кесіп алуымыз қажет. Ол үшін бізге ұзын жаңағы матамызды алып, күлгін түсті мата, яғни ақтан кейінгі күлгін түсті матамызды алып, 8 сантиметрден өлшеп алуымыз қажет. Сантиметрден осылай өлшеп қырқып қалауымызбен тапсырыс берушінің 70-те 70 жастықшасы дайын болды. Мен ақ түсті желбезек қоюды таңдадым, өйткені біздің мынау күлгін түсті желбезегіміз жастықшамызға ақ түсті желбезек салатын болсақ, ол кезде жастықшамызды ашып тұрады. Сол үшін мен ақ түсті матаны мынандай 4 сантиметрлі етіп қиып алам, ұзынша етіп қиып алам, барынша матамның көлеміне қарай ұзын етіп, артқа қайырып тегіп отырамын. Яғни арасын сәл 5-6 сантиметрлі етіп тігіп аламын. Міне біздің жастықшаға тігілген желбезегіміз дайын болды. Тігуге қоямыз. Және оның қасына желбезегімізді теріс бетінен қоямыз. Негізінде көп адам желбезекті жеке, астарын жеке тігіп алуды жөн көреді. Бірақ мен үшеуін қатар тігіп үйреніп қалғанмын. Сондықтан үшеуін қатар тіге берем. Мынау жаңағы біздің тігіп алғаным астар матамыз. Ол мынау керісінше бетін, яғни теріс бетінен қарай тігеміз. Ол дегеніміз оң бетін біз жастықшаның оң бетіне қоямыз. Және мынау қайырылған шетін өзімізге қаратамыз. Және осылай тігіп шығамыз. Міне біз бірінші жақ бетін өзімізге қарай тігіп алдық. Ол дегеніміз екінші жағына келгенде біз мұқият болуымыз керек. Желбезекті астарлай отырып, біз екінші матамыздың қосамыз. Яғни ол кезде біз екінші матамызға келесі өлшемін алып аламыз. Қазір уақыты келгенде мен көрсетемін, бірақ мұқият қарап алыңыздар. Кішкене тігіп алғаннан кейін жастықшамыздың екінші жағына, ұшына, яғни мынау кесілген жаңағы біздің желбезегіміз 50-50 сантиметр болғандықтан бізде айқасып тұрады. Мынау ұшын мынаған тигізе отырып біз өлшеп аламыз. Яғни қай жерге келгенде біз екінші бет немізді қосу керектігін. Кішкене қисық кетіпті, қырқалап тастаймыз.
өлшей отырып біз осы жерге келген кезінде екінші астар матамызды салуымыз қажет болады. Яғни осы жерді мұқият ұстап тұрамыз. Міне біз астар матамыздың екінші бөлігін салдық. Ол дегеніміз бізде замоксыз, ешқандай замокты қолданбай астарымызды қосу керек. Міне, құрметті көрермендер, осы жерде мұқият қарасаңыздар, біздің бірінші бөлігіміздегі астарымыз 50 сантиметріміз ол мына жерге келген кезінде аяқталады. Ал екінші бөлігіміз ол жастықшаның ұшына дейін жалғасады. Яғни бізде мына аралық 30 сантиметр, біздің астар бөлігіміз 30 сантиметр бір-бірімен айқасып тұрады екен. Астар матамыз кішкене артылып қалды, 1 сантиметр. Біз оны қайырып тіге саламыз. Яғни үшінші жақ бетіне келгенде, бөлігіне келгенде, біздің жастықшамызды астары кішкене 1 сантиметр қайырып, ешқандай айырмашылық жоқ, онда керісінше шашақталмай кетеді деген қауіп жоқ болады. Осылай жастықшамыздың 4 жағында тігіп шығамыз. Желбезек сала отырып, мен 4-ші жағына келдік. 4-ші жағына келген кезімізде де біз мұқият болуымыз керек. Өйткені жаңағы 50 сантиметрлі етіп алғандықтан осы тұста жастықшамыздың бір бөлігінің астарын өлшеп алатын уақытымыз, яғни мына жерге келгенде қосады екенбіз. Оны мұқият ұстап тұрып, ары қарата тігісімізді жалғастырамыз. Арасына қосып жібереміз. Яғни мынаның арасына қосып жіберіп отырамыз. Байқап отырсаңыздар, мен 4 тігісті қатар, 4 матаны қатар біріктіріп тігіп отырмын, бір тігісті. Міне, екінші бөліктің ұшына да жетті. Оны осылай тігіп жібереміз. Және біздің жастықшамыз бітуге жақын қалды. Ол уақытта біз артып қалған немізді өлшеп алуымыз қажет. Лентамызды, яғни желбезекті біз өлшеп қырқамыз. Және оны келесі желбезектің ішіне салу үшін
салып жібереміз. Міне біз жастықшамызды тігіп біттік. Енді оны оң қаратамыз. Бізде мынандай жастықшаның желбезегі шықты. Бізде мынау 4-ші бетінде 2 желбезектің түйіскен жерін біз асықпай ақ жібімізбен әдемілеп білдірмей бұл жерді де тігіп жібереміз. Міне біздің жастықшамыз дайын. Міне біз жастығымызды біттік. Және оны байқасаңыздар, өте әдемі болды. Енді астарын түсіндіре өтейін. Біз неге замоксыз дедік? Менің клиенттерімнің көбісі замок салғанға қарсы, сондықтан мен оны былай айқастырып тік берем. Ол дегеніміз ешқандай замоксыз, яғни кемінде 30-35 сантиметр айқасып тұрады. Байқап отырсаңыздар, астарынан міне ешқандай да астар шықпайды. Және ол астар матамыз бізде жазға қарсы салқын болатын мата. Яғни мынау белбет матамыздан бөлек дәл сол түстес сәтен деген матамен тігілді. Жастығымыз ұнаған болса, комментария жазып қолдап отырыңыздар.